Сәлем достар, бүгін сіздермен біз спаржадан салат дайындайтын боламыз. Бізге керегі 230 грамм кептірілген спаржа. Спаржамызды алып, ыдысымызға сиятындай етіп бөліп аламыз. Үстінен бөлме температурасындағы суды құйып, бетін жауып біртүнге қалдыратын боламыз. Бір түн өткеннен соң дәл осылай ісінуі қажет спаржалар. Одан соң жақсылап жуып шайып, тұзын кетіріп алатын боламыз. Ал енді морковча салатын дайындаймыз. Бізге керегі 3 сәбіз. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз барлығын. Үстінен 1 шай қасық тұз және де қантты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 1 пиязды алып, кубик етіп тураймыз. Одан соң майды қыздырып, үстінен пиязды саламыз. Сарғайғанша қуыратын боламыз. Енді сәбізге қара бұрыш және де паприка, кептірілген чеснокты саламыз. Немесе свежий чеснок салсаңыз да болады. Үстінен пиязды саламыз. Одан соң 1 шай қасық уксусты құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Сонымен морковча салаты дайын. Ал енді спаржаларды алып, осылай өзімізге керекті ұзындықта кесіп алатын боламыз. Үстінен 1 шай қасық тұз және де қантты саламыз. 1 шай қасық уксусты құйып, жақсылап араластырамыз. Енді 1 шай қасық паприканы және де қара бұрышты саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң сәбіздің үстінен спаржаны салатын боламыз. Екеуін біріктіріп, жақсылап араластырып дайындаймыз. Одан соң салатты бере берсеңіздер болады. Өте дәмді салат, жасалу жолы да оңай. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз деген ойдамын. Егер де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз.